Сәлем. Өте жылдам дайындалатын бисквитный рулет дайындаймыз. Менің басқа да рецепттерімді көру үшін YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ыдысқа 4 жұмыртқа саламыз. Үстіне 1 стакан қант саламыз. Масса 2 есе болып көтерілгенше миксерлейміз. 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Араластырамыз. 1 стакан ұнның үстіне 10 грамм разрыхлитель қосып араластырамыз. Жұмыртқалы массамызға ұнның жартысын қосамыз. Баяу астынан үстіне қарай видеодағыдай араластырамыз. Қалған ұнды салып, тағы да араластырамыз. Пергамент төселген противенге қамырымызды салып, бетін біркелкі етіп тегістейміз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 25 минутта пісіреміз. Бисквитіміз пісті, ыстық күйінше вафельный полотенцеға осылай орап қоямыз. Суыған соң пергаментті алып тастаймыз. Рулетке начинка жағамыз. Пропитка үшін мен сгущенное молоко қолдандым. Сүт немесе суды да пропитка ретінде қолдануға болады. Менде рулеттің негізгі начинкасы ретінде алма повидласы. Кез келген жеміс-жидектің повидласын қолдануға болады. Рулетті пищевая пеленкаға орап 20 минутқа начинкасы сіңу үшін қоямыз. Рулеттің 2 шетін кесіп алып тастаймыз. Рулетті ерітілген шоколадпен әрледім. Жылдам дайындалатын бисквитті рулетіміз дайын. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін, жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған әсел ас болсын.